أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam Kuduri rahimahullahu ta'alanın muhtasaratты еңбегінен ораза бөлімін оқып жатқан едік. Бүгінгі дәрісімізде талқылайтын тақырып «Ма ла юфтиру бихи саим» оразаны бұзбайтын амалдар. Өткен дәрісте айтып өттік, жалпы бұл мәселені төртке бөлсек болады. Яғни оразаны бұзбайтын нәрселер біріншісі. Екіншісі, оразаны бұзып каффарат қазаны керектіреді. Үшіншісі, оразаны бұзып тек қана қаза ғана керек болады. Төртіншісі, макрух. Яғни ораза ұстаған адамға қай нәрселерді жасау макрух болады. Осылай төртке бөлген едік. Солардың біріншісі оразаны бұзбайтын амалдар. Ең бірінші, бұл жерде имам Кудури рахимахуллаху та'аля оразаның мағынасын біздер үшін ашықтап беріп жатыр. Осы ораза қандай мағына келеді? Хуал имсак, алдымен ол тыйылу. Анил әкли ва шурби вал жима, жеп ішуден және де әйелмен қосылудан тыйылу. Нахаран, күндіз, маға ниет етумен бірге. Әрине ниет шарт. Егер бір кісі оразаға ниет етпестен, ешқандай ниет жоқ, әшейін күндіз бойы ішіп жеуден және де жыныстық қатынастан тыйылатын болса, ол ораза ұстаған боп есептелмейді. Міндетті түрде ниет ету шарт. Енді фаин акал саим, ораза ұстап жүрген адам жеп қойса, әу шариба, немесе ішіп қойса, бір су ішіп қойса, әу немесе жамаа, әйелмен қосылып қойса, бірақ нәсиен, ұмыт кетті. Ораза ұстап жүрген ұмытып, жеп ішіп қойды мысалға, ләм юфтир. Бұл айтылған нәрселер оразаны бұзбайды. Бұлай қараған кезде оразаны бұзу керек сияқты, бірақ хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұны қайтарады, яғни ораза бұзбайды, және бұл істі Алла тағалаға тапсырады. Өткені хадисте баяндалғандай, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұйырады: «Мән нәсия ва хуа саим», ораза ұстап жүріп, біреу ұмытып, фә әкәлі, жеп қоятын болса, әу шариба, немесе ішіп қоятын болса, фәл етимма саумаху, оразасын тамамдасын. Фә иннама атамаху Аллаху ва сақах, күмәнсіз оны жегізіп ішкізген Алла дейді. Яғни оны адам ұмытып, жеп ішіп қоятын болса, ораза екендігін ұмытып, онда күмәнсіз оразасын тамамдасын, аяғына дейін ұстасын, оны ішкізген, оны оған жегізген, ол Алла тағала деп бұйырады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін бір кісі ұмытып ішіп жеп қоятын болса, ораза бұзылмайды деп айтамыз. Бұл бірінші мәселе. Сосын екінші, ихтилам мәселесі. Бұл да оразаны бұзбайды. Вә иннама фахталама, бір кісі ораза ұстап жүріп, ұйықтаған кезінде, мысалы күндіз ұйықтап, ихтилам болатын болса, яғни түс көріп, жүніп болып қалатын болса, оразасы әрине бұзылмайды дейміз. Сол сияқты, әу назара илам раатин, бір әйелге қарады. Немесе бұл жерде қарау шарт емес, тәфәккүр қылды, ойлады. Мысалы, өзінің әйелін ойлады. Немесе әйеліне қарап қалды. Мысалы, бұл жерде жаңа үйленген жас жігітті мысал келтірейік. Фәәнзәлі, сол кезде мәнисі шығып кетті. Яғни, шыдай алмады, шығып кетті. Ешқандай арада жыныстық қатынас болған жоқ. Тек қана көрді, немесе ойлады. Сөйтіп, инзаль болды. Яғни, мені шықты. Бұл да оразаны бұзбайды. Өйткені бұл жерде оразаны бұзатын ешқандай нәрсе жоқ. Яғни, адам әйеліне еш жақындамаған.
қолын тигізбеген тіпті. Қарады, немесе ойлады. Сосын мени шықты, бұл оразаны бұзбайды дейміз. Әу немесе тағы да келесі оразаны бұзбайтын нәрселер иддахана, мысалға үстіне, терісіне, денесіне май жақты. Бұл да ораза бұзбайды. Мысалы, крем жағу, бетіне крем жағу оразаны бұзбайды. Әу ихтажама, немесе хажамат, қан алдыру, хажамат, хижама қылу, бұл да оразаны бұзбайды. Әрине, оразаның макрух мәселелерінде егер адамға жаңағындай әлсірететіндей бір зиян келтіретін болса, онда қан алдыру макрух деп айтамыз. Мысалы, бірақ соған қарамастан оразаны бұзбайды. Ол басқа әңгіме. Әу иктахала, немесе көзіне сүрме жақты. Соншалықты тіпті керек болса көзіне сүрме жақты, сүрменің дәмі тамаққа дейін жетті. Сезді тамақта. Бұл да оразаны бұзбайды. Бұл айтылған мәселеден тағы да мынандай бір мәселе шығады. Демек, адам егер көзіне бір дәрі тамшысын тамшылататын болса, бұл да оразаны бұзбайды екен. Өйткені сүрмені жағу егер оразаны бұзбаса, тіпті ол жерде кітаптарда айтылады, дәмі тамаққа дейін сезілсе дейді. Оразаны бұзбаса, сол демек көзге дәрі тамшылату, мысалға, ол да оразаны бұзбайды деп айтамыз. Әу немесе қапбәлі, әйелін сүйді. Бірақ әйелін кеп сүйді, бірақ ешқандай не болған жоқ, инзал болған жоқ, яғни мени шыққан жоқ. Сүйді, болды, сөйтіп кетті. Бұл да ләм юфтыр, оразаны бұзбайды. Түсінікті бұл мәселе. Енді соңғы мәселеге қатысты. Әйелін сүйу немесе ұстау мәселесіне қатысты. Қашан біз бұзбайды дедік, егер мәни шықпаса. Бірақ фәин әнзәлә, егер мәни шығып кететін болса, би құбләтин, сүйгеннен себеп. Әу ләмс, немесе ұстағаннан себеп, фәалейхил қада. Оған қаза ұстау керек болады. Яғни оразасы бұзылады, және де бір күн қазасын өтеп беру керек. Яғни бұл жерде көбінесе өзіне сенімді болмаған, мысалы, жас жігіттерге айтып жатыр. Яғни егер адам өзіне сенімді болмаса, қазір мысалы әйелін ұстаған жағдайда, немесе сүйген жағдайда мени шығып кету қорқуы егер болатын болса, бұл макрух болады. Ал егер ондай нәрсе болмаса, макрух емес. Енді адам соған қарамастан ұстады, мени шықты, немесе сүйді, мени шықты. Біз бұл жерде кафарат керек болады деп айтпаймыз. Бұл жерде тек қана қаза керек болады. Өйткені кафарат керек болу үшін бұл жерде мысалы жинаят деп айтады кітапта, яғни қателік дейік. Бұл жерде шариғи тұрғыда қателіктің сурет тұрғысынан және мағына тұрғысынан екеуі де болу керек. Әйтпесе бұл жерде тек қана мағынасы ғана бар. Мағына тұрғысынан әйелін істеген, сүйді немесе құшақтады, сөйтіп мени шықты. Мағынасы бар, сурет тұрғысынан жоқ. Яғни жимақ болған жоқ бұл жерде. Әйелімен қосылған жоқ қой. Сол үшін бұл жерде кафарат керек емес. Тек қана қаза ғана керек болады. Әрине бұл жерде имам Қудур ескертіп жатыр. Вәлә бәсә бил құбләти иза әмина аля нәфсихи. Егер адам өзіне сенімді болатын болса, онда әйелін сүйуде, ұстауда ешқандай айып жоқ. Сенімді адам, ешқандай проблем жоқ. Ал бірақ егер сенімді болмаса, юкраху инлам яъман, оны макрух болады. Сенімді болмаса, яғни көбінесе жас жігіттерге, жаңа үйленген бауырларға қатысты айтылып жатыр. Яғни сүйудің артынан байқамастан жима, яғни әйелмен қосылып қою мүмкін. Я болмаса инзал, мәниден шығып кету ықтималы бар. Ол жағдайда макрух болады. Яғни тахрими макрух. Жақсы нәрсе емес. Келесі мәселе. Бұл түсінікті, әлхамдулилля, оразаны бұзбайтын мәселеден ва ин зарa'ахул қайу лам юфтир. Егер құсық келіп қалатын болса, яғни адам әдейі емес, қолында жоқ, яғни байқамастан, мысалы бір іші ауырып, басы айналып,
істеп жіберді, құсық шығып кетті, қысып жіберді. Бұл да оразаны бұзбайды дейміз. Яғни егер құсық өздігінен шығып кететін болса, ол не істемейді, ораза бұзбайды екен. Тек қана бұл жерде құсықтың құсты артқа қайту мәселесі бар. Яғни құсқан құсығын жұтып алу, жұтып қою мәселесі бар. Ихтилафты мәселе. Шынымен де бұл жерде Ханафи мазхабында ихтилаф бар. Имам Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің арасында. Имам Абу Юсуф ауыз толы, егер құсық шығып, ауызға шығып, сосын қайтып жұтып қоятын болса, ораза бұзылады дейді. Имам Мухаммед бұл жерде адамның әдейі өзі жұтып жіберуін шарт қояды, иада деп айтылады. Сол оразаны бұзады дейді. Яғни имам Абу Юсуф бұл жерде ауыз толы болуына қараса, имам Мухаммед бұл мәселеде құсықты өзі әдейі жұтып жіберу мәселесін негізге алып, ораза бұзылады дейді. Енді бұл жерде төрт мәселе бар. Екеуінде ихтилаф жоқ, екеуінде ихтилаф бар. Біреуінде бұзылмайды, ихтилаф жоқ, біреуінде бұзылады. Бұзылмайтында, егер құсық, адам құсқан кезде ауыз толыдан аз болатын болса, ауыз толы аз, және де өзі кетіп қалатын болса, онда ихтилаф жоқ, ораза бұзылмайды. Неге? Өйткені ауыз толысы да емес, және өзі кетіп қалды. Және де ал енді бұзылатындығына ихтилаф болмаған мәселе, мысалы бұл жерде ауыз толы құсып, өзі әдейі қайтарып жіберетін болса, онда ихтилаф жоқ, ораза бұзылады. Ихтилафты екі мәселе, екі имамның арасында, қайсысы ауыз толы құсып, өзі кетіп қалатын болса, Абу Юсуф бұзылады дейді, имам Мухаммед бұзылмайды дейді. Неге? Өйткені өзі кетіп қалды. Имам Мухаммед өзін жұтып жіберуің керексің дейді, бұзу үшін. Бұл жерде өзі кетіп қалды. Бірақ ауыз толы болғаннан кейін Абу Юсуф бұзылады дейді. Бұл Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша бұзылады. Имам Мухаммедтің көзқарасы бойынша қалай бұзылады? Ауыз толыдан аз, бірақ өзін жұтып жіберетін болса, онда имам Мухаммед бұзылады деп айтады. Қарап отырсақ, ихтилафты болған бұл екі мәселеде, соңғы айтылған екі мәселеде ең жақсы кейін оразаны қайттан қазасын ұстап жіберу. Егер сондай жағдайға бір мұсылман тап болып қалатын болса, оразасын бұзбасын, өйткені ихтилаф бар, оразасын аяқтасын, бірақ кейіннен Рамазаннан соң ихтиятпен не істесін, оразасын қайта ұстасын. Неге? Өйткені бұл мәселеге қатысты ғұламалар қайсысы, бұл екі көзқарасын, Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің көзқарасын қайсысы сахих екендігінде ихтилафқа түскен ғұламалар. Мысалға имам Марғинани, Хидая сахибі, Хидая кітабының жазары, имам Мухаммедтің көзқарасын қабылдайды. Қолымдағы мысалға Қудуридің шархын жазған имам Мейдани, рахимахуллаху тағала, бұл жерде Абу Юсуфтың көзқарасын дұрыс деп қабылдап жатыр. Яғни ғұламалардың арасында бұл екі көзқарасының қайсысы дұрыс екендігіне қатысты тіпті ихтилаф бар. Бұл жерде мәселе құсқан кезде құсықты жұту барысында ихтилаф бар. Ал әйтпесе адам құсық өзі келіп құсып жіберетін болса, ихтилаф жоқ. Яғни ораза бұзылмайды. Өзі құсып жіберетін болса, ораза бұзылмайды. فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْأَ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. Ал енді өзі құсатын болса, адамның мысалы іші ауырып тұр, жаман ыңғайсызданып тұр, ораза ұстап жүр, алды да өзі құстырды, өзі құсығын шығарды. Бұл жерде біз ауыз толы болуына қараймыз. Егер ауыз толы болатын болса, онда оразасы бұзылды, қаза керек болады дейміз. Ораза бұзылды, қаза, кафарат емес, қаза. Және сонында وَمَنْ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدِ أَفْطَرَ. Кісі егер бір ағаш жұтып қоятын болса, немесе темір жұтып қоятын болса, ораза бұзылады. Яғни бұл жерде кафарат керек емес, қаза керек болады деп қана. Яғни темір немесе ағаш. Неге? Өйткені бұлар желінетін нәрсе емес. Желінетін нәрсе болмағаннан кейін кафарат керек емес, тек қана қаза. Бірақ ішке кетіп қалғаннан кейін ішке кетті. Бұл жерде айтылып жатқан нәрсенің бір бөлігі орындалып тұр, ішке кетті, бірақ тамақ емес, азық емес. Сол үшін бұл жерде кафарат керек емес, қаза ғана керек. Сол үшін бауырлар,
ораза ұстап жүрген кезімізде мисвак қолданамыз. Мисвак қолдану сүннет, бірақ ұқыпты қолдануға тырысайық. Өйткені мисвак қолданып жатқан кезімізде егер мисвактың қылдары кетіп қалатын болса тамағымызға, яғни сезіліп жұтып қоятын болсақ, онда оразамыз бұзылады. Неге? Өйткені ол да бір сырттан келген нәрсе, жейтін нәрсе болмаса да, бірақ бұл жерде айтылып жатқандай ағаш болған үшін, қыл болған үшін, тас болған үшін бұлардың барлығы да оразаны бұзады. Иншалла бұл жерде тоқталайық. Келесі дәрісімізде оразаны бұзатын мәселелерді қарастырамыз иншалла.